Құрметті колледж әріптестерім, құрметті Жәмила Нұрғалиқызы және құрметті студенттер, сіздердің бәріңізді келе жатқан Жамбыл медициналық жоғары колледжінің 90 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Мінекей біз бүгінде зейнетке шығып, міне колледждің өсіп атқанына, күннен күнге дамып жатқанына, оның өркенінің үлкейіп жатқанына қуанышты тілек білдіреміз. Және де осы 40 жыл сол колледжде жұмыс істеп, жақсы жағдайда кездесіп, жақсы жағдайда жұмыс істеп, бар жоққа қарамай, достықты сақтап, бірімізге деген мәдениет тұрғыда жақсы қарасып, мінекей былай айтқанда оқушыларға білім беру, оларға тәрбие беру, оларды медицинаға жақсылап дайындау, қай жерде барса да ақ халатты абзал жандар болып жақсы қызмет етуіне, отанымызға, Қазақстан Республикамыздың мәдениетті оқушылары болып, келешекте шәкірттеріміздің жақсы жұмыс атқаруына, аурулардың денсаулықтарына жақсы көңіл бөлуіне, жақсы оқысын, тәртіпті болсын деген сөзбен, ұранмен жұмысты бастап, жұмысты осымен аяқтап жүргенбіз. Міне бүгінде қазірде жастар жақсы, барлық деңгейде өсіп жатыр. Қазіргі уақытта жаңа заманға сай неше түрлі технологиялар, неше түрлі жаңа сарапталу әдістері, жаңадан мынау техниканың күшейіп жатқан кезінде жаман оқу деген болмау керек. Сондықтан да бәріңізге айтайын дегенім, 30 жыл, 40 жыл, 90 жыл болған колледждің үлкен ұстаздарына, және жас мұғалімдерге де, студенттерге де, келген қонақтарға да, мына жаңа жыл құтты болып, жаңа жылда жаңа табысқа, жақсылыққа, ырыс береке көп болсын, мынау аспанымыз ашық болсын, жақсылықта жылы хабарласып, жылы кездесу болып тұрсын. Бәріңізге ақ батамды тілеймін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, ардагерлер, колледж студенттері және түлектер. Жамбыл жоғарғы медициналық колледжі 90 жылдық тарихи жолында күрделі және үлкен белестерден өтті. Колледжіміздің даму кезеңдері мемлекетіміздің қалыптасу кезеңдерімен тығыз ұштасып келеді. Осы жылдары заман талабына сай колледжді дамыту, жаңа белестерге жеткізу жолында стратегиялық бағыттарды іске асыру мақсатында көп жұмыс атқарылды. Мысалы, колледж жоғары колледж статусын алды. Мемлекеттік аттестация мен аккредитациядан бірнеше мәрте абыроймен жоғарғы бағамен өтті. Жаңа лабораториялық диагностика мамандығы ашылды. Материалдық техникалық база жылдан жылға ұлғаюда. Заманауи нысандар ашылды. Цифрландыру жұмыстары да сәтті іске асуда. Басты мақсатымыз заманауи технологияларды білім беру процесіне енгізу арқылы медициналық көмек сапасын арттыру, мергерлер рөлі мен мәртебесін көтеру, халықаралық стандартқа сай білім беру жүйесін енгізу, жылдам әрі жеке шешім қабылдай алатын, емделушінің қауіпсіздігін сақтай білетін, жаңа форматтағы практикаға бағытталған мергер ісінің мамандарын даярлау болды. Нәтижесінде колледж жаңа келбетке ие болды, үлкен жетістіктерге жетті және әлеуметтік серіктестерден, түлектерден, ата-аналардан, республика бойынша медициналық колледждердегі әріптестерімізден жақсы пікірлер мен баға алды. Халықаралық ынтымақтастық, медициналық колледждер арасындағы әріптестік, тәжірибе алмасу да жылдан жылға қарқынды дамуда. Бүгінде мемлекетіміздің өркендеуіне ең қажетті екі сала, білім беру саласы мен денсаулық сақтау саласын ұштастыра отырып, заман талабына сай, кәсіби деңгейде саналы ұрпақ, білікті маман тәрбиелеп отырған киелі қара шаңырақ Жамбыл жоғарғы медициналық колледжі еліміздегі еңселі де беделді оқу орындарының біріне айналып отыр. Жамбыл жоғарғы медициналық колледжінің дамуына үлкен үлес қосып, сапалы да саналы медициналық кадрларды даярлауда еңбегін аямаған колледж ұжымын, ардагерлер мен әкімшілік мүшелерін, түлектер мен студенттер қауымын атаулы мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа белестерді бағындырып, толағай табыстарды еріп,
білікті де, білімді түлектеріміздің халықтың алғысын ала берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Халық денсаулығын жақсарту, білім беру саласын дамыту, жас ұрпақты тәрбиелеу үшін жасаған әрбір істеріңізге сәттілік тілеймін. Колледжіміздің мерейтойы құтты болсын. Қадірлі Жамбыл жоғары медициналық колледжінің ұжымы, ардагер ұстаздар мен барша студенттер. Бүгін біз білім мен мейірімнің қара шаңырағы Жамбыл жоғары медициналық колледжінің 90 жылдық мерейлі тойын атап өтудеміз. Мен үшін бұл оқу орны ерекше ыстық. Себебі 1990 жылғы фармация мамандығының үздік түлегімін. Ары қарай білімімді жоғары оқу орнында жалғастырып, 2001 жылы өзім түлеп ұшқан алтын ұяма қайтып оралып, мәртебелі мамандықтың иесі болдым. Қазіргі таңда жас ұрпақтарды тәрбиелеу мен білім беру жолына өз үлесімді қосып келемін. Қымбатты колледж ұжымы, құрметті Жамиля Нұрғалиевна, 90 жыл терең тарих, толағай табыс, сан мыңдаған білікті маман тәрбиелеген үлкен жол. Алда бұл жол тек биіктей түсетініне сеніміміз мол. Сіздерге мықты денсаулық, шығармашылық шабыт, кәсіби өрлеу тілеймін. Колледжіміздің беделі артып, түлектеріміз еліміздің денсаулық сақтау саласына үлесін қоса берсін. Мерейтой құтты болсын. Абыройымыз асып, жетістіктеріміз арта берсін. Уважаемые сотрудники Жамбылского высшего медицинского колледжа, уважаемая Жамиля Нургалиевна, поздравляю всех с таким славным юбилеем, 90-летием нашего колледжа. Наш колледж прошел большой исторический путь, как развивался Казахстан, так и наш Жамбылский медицинский колледж. И вот здание, которое имелось у нас только одно. Количество учащихся было еще не так многим. На сегодняшний день у нас 3 здания. Очень много все специальности, которые утверждены у нас в Республике Казахстан. На сегодняшний день наши выпускники работают во всех уголках нашей необъятной родины и даже многие за рубежом. Поэтому я желаю нашим сотрудникам всем здоровья, творческих успехов, всех инновационных мероприятий, новшеств, чтобы все шли в ногу со временем, как сейчас наш медицинский колледж, чтобы все выпускники работали только в мирных учебных и лечебных заведениях, чтобы наши все сотрудники соблюдали, как на сегодняшний день, преемственность поколений. Всем здоровья, успехов творческих, мирного неба и счастья. В 1985 году, после окончания Алматинского государственного медицинского института, меня по приказу Министерства здравоохранения КЗССР направили в Джамбулское медицинское училище. В то время директором была Нурланова Рысты Берекеловна. Свою трудовую деятельность я начала с должности преподавателя детских болезней. В Жамбылском высшем медицинском колледже проработала 33 года. Под руководством директора колледжа Куныровой Самихи Каныровны работала методистом, завметод кабинетом, зав. Отделением специальности лечебное дело, зав. Отделения повышения квалификации и переподготовки среднемедицинских и фармацевтических работников, занимала должность заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по повышению квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, была руководителем регионального центра развития сестринского дела. Нынешний директор колледжа Сарыбекова Жамиля Нургалиевна назначила меня зав. Отделением специальности сестринского дела. О работе в колледже много воспоминаний, которые навсегда останутся в памяти. Каждый из тех, кто создавал историю колледжа, это отдельная страница, отдельная судьба, отдельный вклад. Сегодня хочу поделиться с вами моментами из истории. До 1991 года обучение во всех училищах и медицинских институтах было только на русском языке. С приобретением независимости Республики Казахстан начали обучать студентов на государственном языке. Трудности были в отсутствии учебной методической литературы и русско-казахских словарей медицинских терминов. Приходилось буквально по словам переводить учебники, тесты, ситуационные задачи, алгоритмы медицинских манипуляций.
За более 30 лет в колледже значительно модернизировалась материально-техническая база и информационные технологии. Созданная в колледже профессиональная инновационная среда способствует повышению качества подготовки специалистов. В настоящее время Жамбылский высший медицинский колледж располагает необходимыми материальными и информационными ресурсами для подготовки конкурентоспособных, квалифицированных средних медицинских и фармацевтических работников. Мен үшін осы колледжіміздің 90 жылдық мерейтойымен құттықтау үлкен мәртебе. Осы шаңырақта өткізген күндерім тек қана еңбек өтілі емес. Ол жақсы естеліктер қалатын уақыт. Осы колледжге мен 1996 жылы келдім, дәрігерлік қызметтен ауысып. 2000 жылдан 2020 жылға дейін акушер ісі, емдеу ісі мамандығының бөлім меңгерушісі болдым. Мен колледжіммен мақтанамын. Қазіргі таңда біздің колледжіміз үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Еңбек жолын бірге бастаған директор Сарыбекова Жамиля Нургалиевнаны және қымбатты барлық әріптестерімді осындай үлкен мерейтоймен құттықтағым келіп отыр. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Біздің колледжіміз гүлдене берсін, алдыға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Білікті, білімді мамандар көбейе берсін. Құрметті Жамбыл жоғары медициналық колледждің ұстаздары, түлектері, ардагерлері, студенттері, сіздерді келіп жеткен 90 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. 90 жыл бұл тарих, бұл деген еңбек. 90 жылдың ішінде көптеген түлектер шығарылды. Мен сол түлектердің арасындағы өзім де бармын. 1993 мен 1993 жылдары оқығанмын. Осы түлектердің барлығы қазіргі кезде денсаулық сақтау саласына өте көп еңбектерін сіңіріп, үлестерін қосып келе жатыр. Кезінде медициналық колледж бір ғана ғимараттан тұратын болса, қазіргі кезде бірнеше ғимарат. Кезіндегі сол ғимараттың өзінде біз оқыған кезде жартысында білім алатын класстар болатын болса, ал жартысында алыстан келген, ауданнан келген, ауылдық жерлерден келген балаларға жатақхана ретінде берілетін. Сол жылдардағы мұғалімдердің бәріміз әлі есімізде, оған көп рахмет айтқым келеді. Ол мұғалімдердің, сол ұстаздардың арқасында біз осындай жоғары дәрежеге жетіп отырмыз. Өйткені ол кездегі ұстаздарымыздың өзі мектеп саласындағы, мен өзім 8-ші класстан кейін түскем. Сол кезде 9-10 класты осы медициналық колледжде оқыдым, медициналық училищеде ол кезде. Одан кейін осы сала бойынша медициналық білім алып шықтық. Сол кезде осы химия пәні болсын, биология пәні болсын, математика пәні болсын, соны мектептен де зор, мектептен де асып кеткен осындай өте жақсы жетілген білім білдіретін. Ал колледж болса да, бірақ жан жақты әр мұғалім, әр ұстаз өзінің білімін жетік білдіретін. Әрине, 90 жыл деген өте үлкен тарих, ол деген үлкен белес. Сол 90 жылдың ішінде көптеген біздің осы шыққан түлектеріміз оқу білім алып шықты. Олардың барлығы Жамбыл облысының, Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып, халқымыздың денсаулығын қорғауға, денсаулығын жетілдіруге қызметтерін атқарып келе жатыр. Жамбыл жоғарғы медициналық колледж ұжымына, ардагерлерімізге, біздің ұстаздарымызға көп рахмет айтқым келеді. Денсаулықтары жақсы болсын. Бізге деген берген білімдерін біз ақтап, осы ары қарай жалғастырып, осы саладағы үлкен жетістіктерге жетіп жүргеніміз осы сіздердің арқаларыңызда. Негізі біздің колледжіміз облысымыздағы медицина бағытындағы бірден бір медициналық мекеме, ұстаздар, шәкірттер, мынау ардагерлер қалыптасқан осындай үлкен тарихи мол білім ордасы деп санаймын. Сол үшін мерейтойымыз құтты болсын. Мен Жамбыл жоғары медициналық колледжінде 2007 жылдан бері акушерия және гинекология пәнінің оқытушысы қызметін атқарып келемін. Оқытушы ретінде қалыптасуыма тәлімгер оқытушылармен колледж басшылығының біліктілікті жоғарылату курстарына жиі жіберіп тұруы ықпал етті. Қазіргі кезде педагог зерттеуші санатым бар. 2015 жылы колледждің базасында аймақтық симуляциялық орталық ашылды. Бұл орталық студенттер мен орта медицина қызметкерлерінің манекендер мен муляждарды қолдана отырып, тәжірибелік дағдылар мен шұғыл жағдайларда жедел көмек көрсетуді шынайы өмірдегідей жасап,
машықтануына ықпал етеді. Сондай-ақ тәжірибелік сабақтарда босану симуляторы мен VR аппаратының виртуалды орталықта машықтануға көп көмегі тиюде. Сабақтарымызда функционалдық сауаттылық, тәжірибелік дағдылар, кәсіби бағыттылыққа ерекше көңіл бөлеміз. Қазіргі таңда оқытушыларымыз сабақтарында цифрлық платформалар, интерактивті әдістер, жобалық және топтық жұмыстар, жасанды интеллект заманауи әдістерін қолдана отырып, бәсекеге қабілетті, инновацияға ашық, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды жоғары деңгейде даярлауда. Қайырлы күн. Менің еңбек жолым 2014 жылы Жамбыл медициналық колледжінде арнайы пәндер оқытушысы болып басталды. Бұл менің алғашқы жұмыс орным болғандықтан, әр күнім ізденіс пен жауапкершілікке толы болды. Кейін 2015 жылы номері 1 арнайы пәндер сәк төрайымы ретінде ұжымдық жұмыстың қыр-сырын меңгердім. Өз кәсібіме деген махаббат мені білімімді тереңдетуге жетеледі. 2017-19 жылдар аралығында магистратураны аяқтап, жаңарған мәртебесі биіктеген Жамбыл жоғары медициналық колледжіне қайта оралдым. 2020-25 жылдар аралығында мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры бөлімінің меңгерушісі қызметін атқардым. 2023 жыл мен үшін ерекше болды. Республикалық кәсіби шеберлік конкурста гран-при иегері атандым. Бұл жеңіс тек менің ғана емес, маған сенім артқан ұжымымның ортақ жеңісі. Осы орайда маған қолдау көрсеткен басшымыз Жамиля Нұргалиевнаға, әріптестеріне және колледжімізге шексіз алғысымды білдіремін. Биыл біздің киелі білім ордамыз үшін ерекше жыл. 90 жылдық тарихы бар Жамбыл жоғары медициналық колледжінің мерейтойымен баршаңызды құттықтаймын. 9-10 жылдық бойы білікті мамандарды түлеткен қара шаңырақтың бір бөлшегі болғанымды мақтан тұтамын. Колледжіміздің мәртебесі биіктеп, болашақ медицина майталмандарын даярлаудағы асуларымыз көп болсын. Жамбыл жоғары медицина колледжі бұл мен үшін жай ғана жұмыс орны емес. Менің өмірлік таңдау мен мамандыққа деген сүйіспеншілікке байланысты киелі білім ордасы. Біздің колледж 90 жылдық тарихы бар білім мекені. Осы тарихтың негізін қалаушы ұстаздар өз ісіне адал еңбегінің иесі. Мен мейіргерлік технология пәнінің оқытушысы ретінде теориялық білімді берумен қатар тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруда заманауи білім беру технологияларын тиімді қолданамын. Оқу процесінде симуляциялық оқытуды кеңінен қолдану арқылы болашақ мейіргерлердің кәсіби құзыреттіліктерін артырып, нақты клиникалық жағдайларға дайын болуына ықпал етудемін. Жамбыл жоғары медициналық колледжде еңбек ету мен үшін үлкен мәртебе. 90 жылдық тарих бұл білім мен адал еңбектің және адамға деген мейірімнің айқын көрінісі. Құрметті қонақтар, қадірлі ардагер ұстаздар, әріптестер мен студенттер. Бүгін тарихы терең, тағылымы мол, білім ордасы Жамбыл жоғары медициналық колледжінің 90 жылдық мерейтойы. Осы 90 жыл ішінде колледж қабырғасында мыңдаған білікті медицина мамандары тәрбиеленіп, еліміздің денсаулық сақтау саласына өлшеусіз үлес қосты. Бұл оқу ордасы кәсіби біліммен қатар дене дайындығы мықты, рухы биік, отан сүйгіш маман қалыптастыруды басты мақсат етіп келеді. Осы оқу ордасында 2008 жылы өзімнің педагогикалық тәжірибемді дене шынықтыру пәнінің оқытушысы ретінде бастадым. Бүгінгі күнде номер 3 жалпы білім беру және жалпы ізгілендіру пәндері циклдық әдістемелік комиссиясы төрайымы болып қызметін атқарамын. Осындай бай тарихы бар колледжде еңбек ету мен үшін зор мәртебе. Колледжіміз 90 жыл бойы еліміздің денсаулық сақтау саласына мыңдаған білікті маман даярлап келеді. Бұл жолда дене шынықтыру пәні студенттердің денсаулығын нығайтып, төзімділік пен тәртіпке тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Себебі болашақ медицина қызметкері дені сау, рухы мықты, жауапкершілігі жоғары тұлға болуы тиіс.
Колледждегі дене шынықтыру пәні студенттердің денсаулығын нығайтып, олардың физикалық төзімділігін, тәртібін және өмірлік дағдыларын қалыптастыратын маңызды бағыттардың бірі. Болашақ медицина қызметкері үшін күш қуат, шыдамдылық пен сергектік кәсіби қызметтің ажырамас бөлігі. Дене шынықтыру сабағы арқылы студенттер өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауды, ұжыммен жұмыс істеуді, қиындықты жеңе білуді үйренеді. Бұл қасиеттер оларды тек мықты маман ғана емес, отанға адал, елге қызмет ететін азамат ретінде қалыптастырады. 90 жыл бұл ұрпақтар сабақтастығының, адал еңбектің және үздіксіз дамудың айғағы. Колледжіміз алдағы уақытта да дене тәрбиесі мен кәсіби білімді ұштастыра отырып, еліміздің болашағы үшін қызмет ететін саналы ұрпақ тәрбиелей беретініне сенімім мол. Осы мерейлі сәтте ардагер ұстаздарға зор алғыс білдіріп, бүгінгі ұжымға толағай табыс, ал студенттерге мықты денсаулық пен биік мақсат тілеймін. Жамбыл жоғары медициналық колледжі жасай берсін. Мерейтой құтты болсын. Құрметті колледж ұжымы, сіздерді білім мен тәрбиенің алтын ордасына айналған оқу ордасының 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Анатомия және физиология пәнінің оқытушысы болып, бұл жұмыс орнында 11 жылдан бері үздіксіз еңбек етіп келемін. Ұжыммен бірге өсіп, мол тәжірибе жинақтаудамын. Анатомия және физиология пәні медициналық білімнің іргетасы қаланатын маңызды бөлімдердің бірі. Негізгі мақсатым студенттерге сапалы білім беріп, және оларды болашақ маман ретінде қалыптастыру. Біздің колледжде заманауи жабдықталған кабинеттер мен тәжірибелік орталықтар бар. Соның ішінде смарт анатомия және физиология кабинеттері заманауи білім беру технологияларымен жабдықталған. Ағзалардың құрылысын жан-жақты зерттеп, теорияны тәжірибемен ұштастыру. Әр студенттің жеке ізденісіне жағдай жасалған. Сабақтың сапасы мен тиімділігін арттырады. Жамбыл жоғарғы медициналық колледжі білім берумен қатар бұл адам өміріне жауапкершілікпен қарайтын мамандарды тәрбиелейтін қасиетті орта. Біз студенттерге тек кәсіби дағдыны ғана емес, мейірімділік пен жанашырлықты да үйретеміз. Себебі медицина жүрекпен атқарылатын мамандық иесі. Колледжде еңбек ету мен үшін үлкен жауапкершілік әрі абырой. Себебі бұл болашақ мамандардың қанат қаққан сәтіне куә болатын орын. Студенттердің әр жетістігі маған күш жігер беріп, ұстаздық жолымды одан әрі жалғастыруға ынталандырады. Киелі білім ордасы алдағы уақытта да ел игілігі үшін қызмет етіп, биік белестерді бағындыра берсін. Мерейтой құтты болсын, колледжіміздің мерейі әрдайым үстем болсын. Құрметті әріптестер, ардақты ұстаздар және білім алушы жастар, бүгін өңіріміздің медицина саласына білікті мамандар даярлап, талай жанның өміріне араша болар түлектерді түлеткен киелі қара шаңырақ Жамбыл жоғары медициналық колледжінің 90 жылдық мерейтойы. Мен үшін бұл мекеменің орны ерекше. 2013-2017 жылдар аралығында осы колледжде фельдшер мамандығы бойынша білім алып, медицинаның алғашқы әліппесін үйрендім. Одан кейін 7 жыл бойы емхана қабырғасында тәжірибе жинақтап, бүгінде туған колледжіме қайта оралып, ішкі аурулар пропедевтикасы пәнінен дәріс беріп жүргенімді мақтан тұтамын. 9-10 жылдықты артта тастағым, тарихымыз бұдан да биік белестерге ұласа берсін. Білім ордасының мәртебесі артып, заманауи медицинаның көшбасшысы болып қала берсін. Әріптестеріме шығармашылық шабыт, қажымас қайрат және шәкірттеріңіздің құрметіне бөлене берулеріңізді тілеймін. Шәкірттерімізге бойыңыздағы білім мен жүрегіңіздегі мейірімді ұштастырып, нағыз Гиппократ атына адал маман болуларыңызды тілеймін. Ғасырға жуық тарихы бар, алтын ұямыздың мерейі үстем болсын, мерейтой құтты болсын. Мен үшін Жамбыл жоғары медициналық колледжі жай ғана жұмыс орны емес. Бұл менің кәсіби қалыптасуымның бастауы, үлкен өмірлік мектеп. Мұнда еңбек жолымды енді ғана бастап жатқан жас маман ретінде көп нәрсені үйрендім. Жауапкершілікті, өз ісімді сүйіп атқаруды, болашақ медицина қызметкерлеріне үлгі болуды. Колледждің 90 жылдық тарихы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан білім мен тәжірибенің алтын қоры. Бүгінгі таңдағы жетістіктер осы оқу ордасында аянбай еңбек
еңбек еткен ұстаздар қауымының, басшылықтың және студенттердің ортақ еңбегі. Жамбыл жоғары медициналық колледжі жаңашылдыққа әрдайым ашық. Заманауи кабинеттер, клиникалық симуляциялық орталықтар, болашақ медицина мамандарына қажет құрал жабдықтардың барлығы студенттердің сапалы білім алуына үлкен мүмкіндік береді. 90 жылдық мерейтой колледждің мықтылығын, тұрақтылығын, қоғамға қажет мамандарды даярлаудағы зор еңбегін дәлелдейтін маңызды белес. Алдағы уақытта да ұжымымыздың бірлігі артып, көптеген жаңалықтар мен жетістіктерге жете беретініне сенімдімін. Жамбыл жоғары медициналық колледжіне ұзақ ғұмыр, өркендеу, биік жетістіктер тілеймін.